Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге көрсететін машина судай жаңа машина Kia K5 деген. 2019 жылы шыққан бұл. Корейский сборка. Кореядан келген машина Қазақстанға 30.000 километрмен келген. Қазіргі пробегі 32.000 пробегпен тұр қазір. Жалпылама кішкене сіздерге мағлұмат беріп кететін боламын. Міне сыртына келетін болсақ, сырт жағында бірде-бір сызық қалдырмаған, сызық жоқ. Қалай заводтан шықты, сол күйінше тұр деп айтсақ болады ғой. Судай жаңа машина. Фарларына келетін болсақ, міне фара. Бұда заводской линзия и заводской ксенон бұда. Бұнкі екі объемдық, міне заводской газ орнатылған. Автомат бұда. Вариатор емес, только автомат қана. Газ болғаннан кейін Алматыға өте ыңғайлы бұл, жалпы экономичный машина деп айтсақ болады ғой. Газға бір құясызда жүре бересіз жалпы. Қалаға арналған машина деп айтсақ болады. Трассаға өте жақсы Алматыда жүргенге. Міне ішіне келетін болсақ, ABS орнатылған, СРС, мультируль, телевизор бар ішінде, телевизор орнатылған, заводской, Bluetooth, AUX, подогрев сиденья, подогрев зеркал бәрі уже дайын айтсақ. Алдына келетін болсақ, міне алды жағы өте кең, екі адам кеңінен отыра алады. Салон айтсақ, міне салон кожаный салон. Полный электропакет бұда, міне центрозамок. Арт жағына келетін болсақ, міне арт жағында 3 адам кеңінен отыра алады ғой. Өйткені арты, міне көріп тұрғандарыңыздай өте кең. Жақсы жасалған, жалпы адамға комфортный машина. Заводской газ болғаннан кейін міне газдың түрі. Газ міне осылай көрінеді, но корейский болғаннан кейін өте қауіпті емес, өте жақсы орнатылған бұл газ. Дөңгелегіне келетін болсақ, 205-те 65 міне 17-ші размер. Бұның бағасына келетін болсақ, баға жағынан айтатын болсақ, бағасы 7.900.000 теңге. Түсетін бағасы келіп қарап, машинамен қасына келіп, мотордың алдында сол кезде сөйлесетін боламыз. Осындай қазақша контентті дамытайық достар, достарыңызға таратыңыздар, көрсетіңіздер. Әр қазақ осындай машинада мінуге бұйырсын сіздерге де. Жалпы достарыңызға телеграмда, ватсапта таратыңыздар. Және де бағасын, ссылкасын біз қалдырып кететін боламыз. Телеграмға шықсаңыздар болады.